Сәлем достар, сіздермен бірге өнерлі ана. Бүгін осындай ерекше сәнді, әдемі тюрбан тігіп үйренеміз. Тюрбанның алдында ерекше сән беріп тұрған гүл орналасып тұр. Осыны да тігіп үйренетін боламыз. Өздеріңізге, қыздарыңызға осындай жаздық ерекше тюрбанды тігіп алсаңыздар болады. Ол үшін ең алдымен менің парақшама подписка жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен баладан бас өлшемін алуымыз қажет. Осылай айналдыра басының толық өлшемін аласыздар. Және де маңдайдан желке тұсына дейінгі арақашықтықты өлшеп аламыз. Менің жағдайымда ұзындығы 53, ені 37 см тік төртбұрыш матамызды екіге бүктеп, жақсылап орналастырып аламыз. Мендегі мата королевский велюр матасы, созылмалы трикотаж мата. Сіздерді кез келген созылмалы трикотаж матаны алсаңыздар болады. Жақсылап орналастырамыз. Міне ұзындығы созылмайды, ені созылады. Енді осының шетін доғал етіп қиып аламыз. Мінекей матамызды қиып алдық. Үстіңгі жағы доғал болды. Енді астыңғы жағын 1 сантиметрге, одан 2 сантиметрге қайырып, жақсылап үтіктеп аламыз. Ені 8 сантиметр, ұзындығы 80 сантиметрлік ұзын мата қажет. Оны тең ортасынан екіге бүктеп, үтіктеп аламыз. Үшінші қажет бөлшегіміз ұзындығы 10, ені 8 сантиметр тік төртбұрыш. Енді осыны бірге бүктеп, ұзыннан тігіс түсіреміз. Мінекей матамызды бүктеп, үтіктеп алдық жақсылап. Енді осының шетіне тігіс түсіреміз. Ұзын матамызды да бүктедік екіге тең ортасынан. Ал енді матамызды алып, шетіне 1-2 мм жеткізбей, ұзыннан тігіс түсіреміз. Тігісімізді аяқтағаннан кейін тік төртбұрыш матамызға да тігіс түсіріп аламыз. Мінекей тюрбанды тігіп алдық. Енді келесі кезекте екіге бүктеп, ортасын белгілеп аламыз. Мен бұл жерде түйреуіш түйреп алдым. Тең ортасына. Енді ашып, осы белгіленген ортадан екі жақ шетіне 7 сантиметрден өлшеп аламыз. Осылай белгі қойып алыңыздар. Осы жерге резинка тігетін боламыз. Резинканың өлшемі ені 2 сантиметр, ұзындығы 7 сантиметр. Ол үшін бізге түйреуіш қажет. Түйреуішке резинканы өткізіп, тіккен ұяшығымызға өткіземіз. Мінекей резинканы осылайынан кіргіземіз. Белгіленген нүктемізге дейін 5 мм жеткізбей өткізіп аламыз. Мінекей қарап алыңыздар. Бағанағы белгіленген нүктеге 5 мм жетпей тұр. Енді осы жерден үстінен тігіс түсіреміз. Міндетті түрде бірнеше рет тігіс жүргізіңіздер, закрепка жасаңыздар.
Ендігі кезекте резинканы толығымен соңына дейін өткізіп шығамыз. Себебі ішіндегі түйреуішті алып шығуымыз қажет. Осылайынан толығымен өткізіп аламыз. Басына жеткен кезде түйреуішті алып тастаймыз, бірақ резинканы жібермейміз. Енді ақырын-ақырын тартып, резинканың басын келесі нүктемізге дейін 5 мм жеткізбей әкеп түйреп аламыз. Осы жерден түйреп алсаңыздар болады. Мінекей сызыққа 5 мм жетпей тұр. Осының үстінен тігіс түсіреміз. Мен бірден тігіп кетемін, сіздер түйреп алыңыздар, себебі шығып кетуі мүмкін. Келесі кезекте тюрбанның үстіңгі жағын өңдейміз. Ол үшін осылайынан инемен жіпті алып, шетінен толығымен көктеп шығамыз. Толықтай көктеп алғаннан кейін жібімізді тартып, бағанағы басталған жеріне апарып қосамыз. Мінекей екі жағын қосып алғаннан кейін тюрбанымызды түзеп, енді алдыңғы жағын осы дөңгелекті бір-біріне қосып көктеп аламыз. Алдыңғы жағын көктеп алғаннан кейін инемізді ішкі жағына жібереміз. Мінекей ішкі жағынан айналдырып алдық инені. Енді ішкі жағын өңдейтін боламыз. Ол үшін біздің тік төртбұрыш матамызды алып, бергі бетіне айналдырып, бас жағын 1 сантиметрге қайырып, тігісіміздің үстіне қойып, осы жерден көктейміз айналдыра. Сонда ішкі жағы өңделеді, баланың маңдайына батпайтын болады. Тюрбанымыздың ішкі жағы өңделгеннен кейін енді бергі бетін өңдейміз. Ол үшін бергі бетке айналдырып, матамызды дәл солай шетін 1 сантиметрге қайырып,
Осылайынан көктеп шығамыз енді. Тюрбанымыз дайын болып қалды. Ендігі кезекте тюрбанның алдына гүлді жасаймыз. Ол үшін матамызды алып, бүктеліп тұрған жерден көктейміз. Көктеп алғаннан кейін матамызды 20-21 сантиметрге дейін жиыратын боламыз. Мен 21 сантиметрді алдым. Енді инемізбен соңғы жағын түйіп аламыз, шығып кетпес үшін. Мінекей, енді осыдан гүл жасаймыз. Ол үшін матамыздың бастапқы жағын айналдыра осылайынан жинақтаймыз да гүлдің формасын келтіреміз. Мінекей айналдырып алдық. Қараңыздар, уже гүл пайда болды. Енді ол үшін бізге шетін бергі жағына түйіп алуымыз керек, шығып кетпес үшін. Түйіп алғаннан кейін барып айналдыра барлығын көктеп шығамыз. Ортаңғы жақтарын көктемесеңіздер, барлығы шығып кетеді. Мүсті тігіп алғаннан кейін енді осыны тюрбаның алдына орнатамыз. Ол үшін тюрбаның жаңағы көктелген жерін жабуымыз қажет. Соның үстіне қойып, инемен осы тюрбанға шеттерінен бекітеміз айналдыра. Толықтай айналдырып көктеп шығамыз. Ешқандай тігіс көрінбейтін болады бізде. Барлығы әдемі көктеледі. Мінекей достар, тюрбанымыз дайын. Сіздермен бірге болған өнерлі ана. Келесі кездескенше.